Айтылмаған әңгіме. Авторы Камал Әлпейісова. Ертең кездескенде Жекенге айтсам деген көңілінде көптен жүрген сөздерін жұптады. Әрине, екеуінің бір болмауына ел ішіндегі ескілік салт, қыз алып қашудың кесірі тигенін айтпаса да болады. Каникулға келген мұны ауылдағы бір озбыр жігіттің солайша қақпанына түсіргенін, артынан қуып келген туыстары есік аттадың деп қалдырып кеткенін кезінде хатпен жазып жіберген. Бірақ Жекен жауап қайтармаған. Онысына өкпелеген еді. Бірақ біреудің отын жағып жүріп, сүйген жігітінен елеңдеп хат күткенін ойлап, осы кезде езу тартып күлетіні бар. Ол кезде қайдан түсінсін? Жүрек түкпіріндегі бір көрсем-ау, бар сырымды жайып ақтарылсам-ау деген арманы алға жетелумен талай жылды оздырды. Басқа босағада қалған алғашқы күн-ақ өткен күнге қайта оралу жоқ екенін ұқса да, көңілі күйеуіне илікпей-ақ қойды. Алып қашқаны аздай, мұнымен жақындасу үшін де қара күшін пайдаланса, қалай иліксін? Қайтып барып, әке-шешеме сөз келтірмейін деп қалғанымен, күйеумен бірге тұра алмасын сол-ақ түні ұққан алма, күйеу ұйықтадау дегенде қашып шыққан. Сөйтсе ол ұйықтамаған екен. Екі өкпесін қолына ала жүгіріп, ауыл шетін басып өтетін тас жолға жеткен сол еді, аузынан небір былапыт сөз ақтарылған күйеуі артынан қуып жетіп, тепкінің астын алды. Әлдекімдер келіп арашалап алмағанда не болатыны белгісіз еді. Содан бір ай бойы төсек тартып жатты. Ілбіп көтерілген кезінде де әйелінің өз жанына жолатқысы келмейтіні күйеуінің зығырданын қайнатып, тағы да зорлық көрсеткен. Қарулы құрсаудан босана алмай тыпырлап жатып, Жекен деген бұл қыстыға жылап. Ашу қысқан еркек жетер деп естіген болу керек, көрсетейін мен саған жетерді деп сілесі қатқанша мыжғылаған. Келесі күндердің бірінде жалғыз өзі жатып, көзі ілініп кеткен еді, бір тамаша түс көрді. Жекен екеуі бұрынғыдай бір-біріне еркелесіп, аймаласып отыр екен дейді. Күйеуінің есік ашқан дыбысынан оянып кетті. Іші удай ашып, есіктен кірген адамның Жекен болмағаны өкінген келіншек, күйеуі келіп қасына жатқанда бойын жиып алғанды. Сезімсіз, жалынсыз тәніне тиген жатқолдан денесі тітіркеніп, іргеге қарай ысырылып жатты. Оны елең құлан қылған күйеуі жоқ. Мұның ықылассыздығына қарамай өз ойын орындауға кірісті. Өңмеңдеген еркектен жеркеніп, кеудесінен қанша итермелесе де күші жетпей тауы шағылды. Қорланып, қыстыға жылап, тағдырына мың мәрте налып жатқанда, Құдай-ай, осының орнында Жекенім болса ғой деген өкініш қоса қабаттаса өзегін өртеді. Сол сәт сүйгенінің ыстық демін сезінгендей денесі дір ете түсті. Оның өзіне мейірлене қарайтын шуақты жанарын, бұйраланып тұратын шашын көз алдына елестетіп еді, сәл де болса жеңілдегендей болды. Сосын қиялына ерік беріп, сүйгенінің қасында болуын, аймалап сүюін армандап жатып, көзі ілініп кетті. Содан кейін бұнысы бұлжымас әдетке айналды. Жастығына басы тисе болды, қиялымен Жекенінің құшағына барып құлайтын. Қаламаған адаммен күн кешіп, бір қызды дүниеге әкелді. Сырлас абысыны сорпа суын көтеріп, перзентхана келгенде өтініш айтатын. Ұлының атын Мұхит қойғызды. Кейін қартайғанда екеуміздің бір-бірімізге деген сезіміміздің қаншалықты терең болғанын айтып отыруымыз үшін ұлымыздың атын Мұхит, ал қызымыздың атын Мөлдір қояйық дегенді Жекен бұған бірде. Мұхиты 3-ке толатын жылы қызы дүниеге келді. Қайын сіңлісіне айтқызып, атын Мөлдір қойғызды. Ішінен Жекенді кездестірсем, оған деген махаббатымның қаншалықты тереңде тұңғиық екендігін білдіру үшін, балаларымның аттарын осылай қойғанымды айтамын деп армандайтын. Ал жаратушы бұл тілегін асыра орындағандай. Ұлы мен қызын көргенде Жекені көз алдына келетін. Мына ғажапты қараңыз. Екі баласының да бет келбеті не өзіне, не күйеуіне тартпай туды. Күйеуі шашы кірпінің енесіндей тікіреген, қалың қасты, шегір көзді қара жігітте, өзінің де өңі қара торы еді. Ал балалары Жекен сияқты ақ құба, бұйра шашты болып өсіп келе жатты. Кешелі берік тілдескен сайын соны айтсам ба деп сан оқталды, бірақ ретін таппады. Өзі айтар әңгіме Жекеннің көңілін алаңдатар, отбасының тыныштығын бұзар деген ой алып ұшқан сезіміне тоқтау салды. Бір кездері шын сүйіскен жандар сезім жетегінде кетсе, еш кінәсі жоқ жандар, оның жары балалары зардап шекпей ме?
Өзінің жөні бір бөлек. Бұл басы бос адам, ал оның әйелінің қандай жазығы бар? Қатар оқыған құрбыларынан сыр тартқанда оны бір жақсы адам деген еді. Ендеше мұның сыр ашуы ешкімге жақсылық әкеле қоймас. Өмір бойы айтсам деп армандап, жеме-жемге келгенде сезімнен ақылды биік қойған алма, өзіне бейтаныс та болса, сүйгенінен жақын жандарға салқыны тиюі мүмкін сырды айтуға тәуекелдей алмайтынын түсінген. Ештеңе айтпай-ақ қояйын деп шешті ақыры. Аллаға шүкір деп ойлады, өзін жұбатып, осы өміріме тәубе. Соққыларынан аман қалып, сүйкімсіз күйден басымды босатуым, еріксіз босаға аттауды салтқа балап жүргендерге сабақ болды. Қайын сіңіліме арашашы болуым, қыз алып қашқыш жігіттерге ой салды. Бәрінің ақыры қайырлы болды емес пе? Мен бітпей қалған оқуымды жалғастырдым. Жалғастырып қана қоймай, ғылым жолына түстім. Сіңілім мен қайын сіңілімді жеткіздім. Әр нәрсеге бір себеп болады. Күйеуінің ұрдажық мінезіне шыдамай, ажыраспақшы болғанында бас жарылса бөрік ішінде деген қағиданы ұстанып келе жатқан ағайын басу айтып талай тоқтатқан. Мәселенің күтпеген жерден қайта көтерілуіне қайын сіңілісі себепші болды. Оқуын бітіріп, ауылына келе жатқан оны вокзалдан ауылының жігіттері күтіп алады. Алып барып ата-анаңнан дипломға байғазы аламыз деген сөздеріне сеніп көлікке мінген қызды бөтен үйге әкеліп, шырылдатып шымылдық ішіне кіргізеді. Қызымыз оқу бітіріп келе жатыр деп жайылған дастархан кешірім сұрап келгендерге бұйырады. Осы жақтың салтымен қыздың артынан қуғыншылыққа жіберілгендердің бірі Алма еді. Қуғыншылардың қыздың түскен ортасын көріп, тиісті сый-құрметке бөленіп қайтулары да қалыптасқан қағида. Сол қағиданы Алма бұзды. Жеңеше, басқаларға бәрібір, сізге ғана сенем. Өзіңіз сияқты өмір бойы бақытсыз болсын демесеңіз, мені қалдырмаңыз, деді қайын сіңілісі бұған жылап тұрып. Алманың тұла бойы түршігіп кетті. Есік аттаған қыздарын ертіп әкелген Алманы алдымен ата-енесі жер жебірін жетіп сөкті. Тосын хабарды естіп, жұмысынан ерте қайтқан күйеуі әйелі мен қарындасын соққының астына алғанда да, әшейінде болысатын ата-ене қой демеді. Соны арқаланып есер күйеу екілене тепкіледі. 2-3 күннен кейін есін жиған Алма ауылдағы учаскелік полиция бөлімшесіне барып, зорлық-зомбылықтан өзін қорғау туралы арыз берді де, медициналық анықтама алуым керек деп, жақын станцияға жеткізіп салуды сұрады. Полиция машинасынан түскен бойда тез жиналып, 2 баласын жетектеп шығып бара жатқанда қайын сіңілісі, жеңеше, деді көзі мөлтеңдеп. Сіз кетсеңіз, мен аямайды, мен өзіңізбен бірге ала кетіңіз. Осылайша олар миллион тұрғыны бар қаладан бірақ шығып еді. Араға бірер жыл салып, қайын сіңілісін сүйгеніне ұзатты. Ата-анасы бақилық болғанда саясын қолына алған, ол да бүгін өзінше түтін түтетіп отыр. Осының бәрі ойға қайта оралып, ұйқысын қашырып жіберді. Өзі қиналып жүрген кезде де әлсізге демеу, жылағанға сүйеу бола алды. Бірақ өзінің жылаған жүрегіне жұбаныш болар жанды Жекенді қайта кездестіре алмады. Қай жерде жүрсе де, айналасын көзбен шалып, кездесіп қалар деп үміттенетін. Оның ендігі отбасылы, балалы шағалы болғанын түсінсе де, оны еске алса болды, жүрек шіркін лүпілдеуін қояр емес. Сөйтіп іздеген, күткен бақыты таңертең телефон соқпақшы. Алма түні бойы дөңбекшіп, таңертең ұйқысы қанбай оянды. Төсегенде жатып, телефонына қайта-қайта қарап қояды. Онда үн жоқ. Бір кезде шиқ-шиқ етіп хат келіп түсті. Профессор сізді сағат 11-де күтеді. Алма төсегінен атып тұрып киіне бастады. Айшаның үйі де біраз жерде. Үлгермей қалмаса нетті. Әрі-бері жүгіріп, бір таксиді ұстап еді, барып қайту үшін әкесінің құнын сұрады. Қазір анализ тапсыруға, аппараттарға түсіруге де ақша төлеуім керек қой. Неше жыл аурумен арпалысып келе жатқан Айшадан қалай сұраймын? Қалтамдағы бар ақшаны үнемдеуім керек деп ойлаған ол тағы бірнеше машинаны тоқтатты. Астанадағылардың ақшасы көп болар сірә деп ойлады Алма. Алматыдағы бағамен аттап баса алмайсың. Әзер дегенде иман жүзді біреу кездесіп, айтқан бағасына келістау. Алғашқы келгенде мұның ұсынысына елп ете қоймаған Айша бұл жолы тартыншақтаған жоқ. Қанша рет талпынса да қабылдауына кіре алмаған профессордың аты әсер етті ме, әлде кішкентайынан бірге өскен жан досының шырпыр болған қамқорлығы жанын жадыратты ма, әйтеуір Алманың соңынан ықыластана ерді.
Жекеннің боп-боз түрін, әлі құрып былқсылық еткен қалпын көріп, үрейі ұшып кеткен әйелі дереу жұмысына телефон шалып, өз есебінен демалыс алғанды. Түні бойы ерінің тынысын тыңдап, шала ұйқы болса да ертесімен тұрып, жас сорпа әзірлеп қояр да қоймай ішкізді. Одан соң қарақат қосқан шай беріп баптады. Қан қысымын өлшеп көрген соң, қорқыныштан мүлде арылып, күйеуіне әр нәрсені айтып көңілін көтеруге тырысып бақты. Қанша жыл отасып, сыралғы болып қалған әйеліне бір сәт Жекеннің жанына ауру емес, басқа нәрсе батып отырған сияқтанды. Әлденеге алаңдаулы ма, қалай? Жұмысындағы оқиғаны уайымдап жатқан шығар. Сұрап мазасын алмайын деп шешті әйелі оның жүзіне барлай қарап отырып. Бір кезде Жекен орнынан тұрып киіне бастады. Жұмысына бармақшы. Оның жапар болғанын тыңдамай, енді шығуға беттегенде қоңырау соғылып, Жекеннің бастығы кіріп келмесі бар ма? Ау Жеке, жол болсын. Жұмысқа бара жатырмын. Осы сәтте шарасыз кейіпте тұрған әйелі тіл қатты. Мен жата тұр десем тыңдайтын емес. Сіз айтыңызшы. Әйелді тыңдау керек деп күле сөйледі бастығы. Сен 1-2 күн жата тұр, жұмысқа алаңдама деді сосын салмақты үнмен. Амалы құрыған Жекен бастығына қиыла қарады. Өкпем қысылып кетті-ау. Сәл ауа жұтып қайтайыншы онда. Онда сөз басқа. Жүр, сәл серуендеп қайтайық. Жекен қайырылып әйеліне қарады да, жұмысынан қалмай-ақ қойсаңшы, көріп тұрсың ғой жағдайым жақсы. Сәл серуендеген соң үйге келіп тынығамын деді жұмсақ үнмен. Бастығы екеуі жарты сағатта жүрген соң, сізге рахмет, енді мен барып сәл тынығайын деді де, үйіне қарай аппаратын соқпаққа түсті. Сәл ұзай бере қалта телефонын алып, Алманың нөмірін терді. Ұзақ-ұзақ гуілді тыңдап, әлі тұр. 4, 5, 6. Жекен тықырши бастады. Неге алмайды? Таңертеңнен бері күтіп өкпелі ме екен, әлде кетіп қалды ма? Сондай ой келгенде тұла бойы қалтырап кеткендей болды. Бір кезде көтерді-ау. Алло, кешір, мына жерде абыр-сабыр, қоңырауды естімей қалдым. Жағдайың қалай? Жаман емес. Үй ішіндегілердің жіті бақылауында болып, хабарласа алмадым. Сен қайдасың? Қазір кездесек қайтеді? Мен бір маңызды жұмыспен жүредім. Қазір мүмкіндігім жоқ. Онда қашан? Бәлкім шаруамыз 1-2 сағаттан ыңғайланып қалатын шығар. Жарайды онда. Мен сол кезге қарай қоңырау шалайын. Есіктен асыға кірген Алма мен Айшаны профессордың ассистенті қарсы алып, қолдарына 10 шақты кабинеттің нөмірі жазылған қағазды ұстатты. Жаңа ғана Жекенге жағдайды түсіндірген Алма, әлгі қағаздарға көз жүгіртіп, жұмыстары 1-2 сағатта біте қоймасын ұқты. Электрокардиограмма, ультрадыбыстық зерттеу сияқты зерттеулерге қосымша медициналық зерттеу тексеру амалдарын жүзеге асыратын бірнеше маманның алдынан өткен соң ғана қорытынды жасау үшін профессорға барады екен. Айша екеуі әр қабаттағы ұзыннан созылған дәліздерден керек кабинеттерді іздеп тауып, тиісті зерттеулерден өтіп жүрген кезінде телефоны бірнеше рет қоңыраулатты. Дер кезінде жауап бере алмаған соң, кейін ұмытып та кетті. Шынын айтса, мүмкіндігі де болмады. Түрлі тексерулерден өтіп жүргенде уақыт зымырап өтіп, пойызы келетін мезгілі таяп қалыпты. Түрлі аппараттарда жасалған зерттеулер мен салалық дәрігерлердің қорытындыларын салыстыра отырып, профессор бұларға күлімсірей қарады. Мен сізді қуантқалы отырмын, әріптес. Сырқаттың қазіргі кезеңінде оны жеңуге медицинаның әлі толығымен жетеді. Мен ауруханамызға жолдама жазып берейін. Айшаны дереу сонда барып жатқызыңыз. Алма орнынан ұшып тұрып, Айшаны құшақтай алды. Сосын оның ертең келіп жатамын дегенін тыңдамай, ауруханаға апарып жатқызды да таксимен қонақ үйге келді. Заттарын жинап қонақ үймен есеп айырылысып, вокзалға беттеді. Пойыздың кетуіне 1 сағат уақыт қалып еді. Қала көшелеріндегі кептелістен әзер өткен такси вокзалға шығатын, Жеңіс даңғылына түскенде барып, пойызға үлгеретіне көзі жетіп, деген Алма телефонын алып қарап еді, Жекеннің бірнеше рет хабарласқанын көрді. 2 рет хат келіпті. Телефоныңды неге көтермейсің? Пойызың нешеде? Қай вагон? Алма түймешені басып еді, Жекен бірден көтерді. Бейне бір телефонды қолынан тастамай ұстап жүргендей. Не болды? Телефонын неге алмадың? Жұмысымды тындырам деп еш мұршам болмады. Жұмысың бітті ме? Пойызың неше деді? Қалай жолғамыз? Жекеннің жаудыраған сұрақтарын тыңдап отырып, Алманың кеудесін өксік қысты. Бірақ салмақты сөйлеуге тырысты. Поезд 15 минуттан кейін жүру керек.
Мен вокзалға келіп қалдым. 15 минут? Оның не, жаным-ау? Осынша жылдан кейін маған 2-3 сағатында қимағаның ба? Жекеннің ышқына шыққан дауысы оның жан дүниесін астан кестең етті. Көзінен парлап аққан жасты тыя алмай, жауап қатса оқыс үні шығып кететінін біліп, аузын алақанымен басып отыра берді. Сен бір әңгіме айтамын деп едің ғой, деді Жекен соңғы үмітін жалдап. Қал әңгімелесейік, түнгі самолетке отырғызып жіберейін. Айтпай-ақ қояйын деп шештім. Жалпы екеуміздің кездесуіміздің де қажеті жоқ деп ойлаймын. Өмірде бір-біріміздің бар екендігімізді біліп, амандығымызға, балашағымыздың арасында уайым қайғысыз өмір сүріп жатқанымызға шүкіршілік етіп күн кешудің өзі бақыт қой. Одан әрі сөйлей алмады. Булығып тамағына тығылған өксікті Жекенге естіртпейін деп, телефонның қызыл түймешесін баса салды. Телефоны қанша қоңыраулатса да көтермеді. Бір кездегі жылап қалған өз махаббатындай болып, ол үздіксіз шыр-шыр етіп жатты. Соңы. Авторы Камал Әлпейісова.